Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Берілген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табайық бірінші есепте. Берілген үш санның ең кішісіне қарайық. Ең кішісі ол бізде 12. 12 12-ге бөлінеді, 32-ге бөлінбейді. Значит, бұл ортақ бөлшек болмайды. Ең үлкен ортақ бөлшек болмайды. 12-ның келесі саны 6, бөлгіші. 6 32-ге тағы да бөлінбейді. Так, кеттік ары қарай. 32 4-ке 12 4-ке бөлінеді, 32-ге бөлінеді, 36-ға бөлінеді. Значит, ең үлкен ортақ бөлгіші бұл есепте 4. Плюс қоямыз, кеттік келесі есеп. Келесі есеп бізде теңдеу. X минус 5 бөлінген 3 плюс X плюс 2 бөлінген 9 тең 7. Ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлімі ол бізде 9, Так, 9 болу үшін маған қаншадан беремін? 3-тен беремін. Мынаған 1-ден беремін, мынаған 9-дан беремін. Мынандай кезде міндетті түрде 2 санға да көбейтуді ұмытпайық. Так, 3x минус 15 қосылған x қосылған 2 тең 63. X пен x-ті қосамыз 4x минус 15 плюс 2 минус 13 тең 63. 4x тең болады 76. X тең болады 19-ға. Жақсы, ары қарай кеттік. Тізбек берілген. Тізбектің мына сұрақ белгісінің мәнін табуымыз қажет. Так, мына екеуінің арасы 4 есе екен. Мына екеуінің арасы минус 3. Дәл осындай мына екеуінің арасы 4 есе екен. Мына екеуінің арасы минус 3. Және мынау келесі санның арасы бізде минус 3 болу керек. Келесі мен сан арасы бөлінген 4 болу керек. Сонда 60 болады екен, келесі сан 300 метрлік жолды автомобиль 4 сағатта өтеді. Жылдамдығы 5 км сағатқа арттырса, Так, 5 км арттырса, так, бірінші жылдамдығын табалақ. В тең 300-ді бөлеміз 4-ге. 800 жылдамдығын табамыз. 75 км сағат. Енді жылдамдығын 45 км сағатқа арттырса, яғни 75-ге 75 пен жүріп келе 45 км сағат қосып жіберсе 120 болады ғой. 120 км сағатпен жүретін болса, 300 км жолды қанша сағатта жүріп өтеді? Ол үшін 300-ді 120-ға бөлеміз, сонда 2,5 сағат болады. Түсінікті деген ойдамын. Ары қарай кеттік. Басқа түсірайын, карандашты. Так, бізде 3 бұрыш пен 4 бұрышқа тең 54, екеуін қосқанда 15 шығып тұр дейді. Енді 54 шығу үшін 6 мен 9-ың көбейтілсе, бірақ уже нері шарт беріп тұр. 9 үлкен, 6 кіші болады. Значит, 6 көбейтілген 9, 6 қосылған 9. 4 бұрышымыз 6-ға тең болады. Келесі 5-ші есепті мына жерде түсіндірем қазір. Өйткені бөліп алдым. Ыңғайлы болсын деп. Так. Мынау нәрсе, мынау қоршаған 24-ті бөлеміз бір нәрсеге 4 шығу керек. Ол бізде сонда 6 болады, дұрыс па? Оның ішінде 6 шығу үшін мынадан қызылдың іші 6 шығу үшін 9-дан қаншаны азайтып тастаймыз? 3-ті азайтып тастаймыз, дұрыс па? Оның ішінде дальше кетейік. Оның ішінде жасылмен қоршағаным. Көкпен қоршағаным 3 шығу үшін жасылдың іші қанша болу керек? 12-ні қаншаға бөлсем 3 шығады? 4-ті,
Значит, бізде мынау 3 плюс 25 бөлінген 6 плюс 1 бөлінген x плюс 3 дегеніміз, ол бізде қаншаға тең болады? 4-ге тең болып тұр. Мынау полностью жоқ, 4-ге тең болып тұрған жоқ ол. Ол бізде дұрыс 4-ге тең болып тұр. 4-ге тең болып тұр. Значит, мынау бізде қаншаға тең болады? Сарымен қоршағаным 1-ге тең болады. Ары қарай дәл осылай кете береміз, сол алгоритммен. Сарымен қоршаған 25-ті қаншаға бөлсек, бізде не шығады? 25 шығады. 25 қой. Значит, сендерде 6 плюс 1 бөлінген x плюс 3, ол бізде 25-ке тең. Значит, мынау қоршап алған нәрсе қаншаға тең болады? 1 бөлінген x плюс 3 ке қаншаны қоссам 25 болады? 19. Значит, осы жерден x плюс 3-ті табу үшін 1 бөлінген 19 болады, мына жер. X тең болады 1 бөлінген 19 минус 3. X тең болады минус 2 бүтін 19-дан 18 шығады. Мына есепті осылай шығарғанымыз ыңғайлырақ болады. Алгоритмін түсініп алсақ болды да, кімнен кейін кім орындалатын, қайсысы қай жақта орындалатын білсек болды, жеткілікті. Ары қарай кеттік. Так. Марат үйден мектепке жаяу жүрді. Жолдан 5-тен 1-не келген кезінде дүкеннің жанынан, 4-тен 1-не келгенде вокзалдың жанынан өтеді. Дүкенге келгенде сағат 8:40, вокзалға келгенде 8:50 болды. Марат үйден нешеде шықты? Марат, допустим, мына жер үй болсын, мына жер қаққа барады, ол мектепке барады, иә? Мектепке барады. Так, осы жердің бір жерге келген кезде вокзалға келсін. Так, бір жерде ол дүкенге келсін. Так, енді 5-тен 1-нен кейін ол дүкенге келеді. Бір аралықта 4-тен 1-не ол вокзалға жетіп қояды. Значит, мына бір аралықты табу керек бізге. Дүкен мен вокзалдың арасын бізде еще уақыт берілген ғой. Дүкенге ол 8:40-та жетеді, вокзалға ол 8:50-де жетеді. И арасын, значит, 10 минут жүреді деген сөз, иә? 10 минут жүреді деген сөз. Значит, мына жерді анықтап алуымыз керек болып тұр. Ол жалпы жолдың неше бөлігі екенін анықтау үшін 4-тен 1-ден 5-тен 1-ні азайтамыз. 4-тен 1-ден азайтамыз 5-тен 1-ді, ол тең болады 20-дан 1. Бізге уже белгілі, 20-дан 1-ді ол 10 минутта жүреді. Барлық жолды, значит, 20-ны 10-ға көбейтсек, 200 минутта жүреді екен. Так. 4-тен 1-не келген кезде ол вокзалға келеді. Значит, 200 минуттың 4-тен 1 бөлігін табу үшін 200-ді бөлеміз 4-ге. 50 минут қой. Значит, сол вокзалға дейін, үйінен вокзалға дейін 50 минутта жол жүреді. Сонда бастапқы үйінде шыққан кезі ол бізде қанша болып тұрған? Біз 8:50 екенін білсек, значит, ол үйінде 8:00-ден жолға шыққан екен. Кеттік ары қарай келесісек. Клаус Миядан ұзын, ал Дженнифер Клаустан аласа. Бірақ Мия Дженниферден ұзын, осыған байланысты төмендегі қайсысы дұрыс? Так, бізде Клаус Миядан ұзын. Миядан ұзын. Дженнифер
Klaus'tan alasa. Biroq Mia Jennifer'dan uzun. Mia uzun Jennifer'dan. Так, eng qisqasi bizda Jennifer bo'lib turadi. Jennifer. Mia ol Klaus. Так, durust qo'ya. Jennifer Miadan. Mia Klaus'tan. Так. Ары qaray ketdik endi. Jennifer Klaus'tan uzun. Jennifer yo'q, uzun emas. Mia Klaus'tan uzun. Mia Klaus'tan yo'q, uzun emas. Mia Jennifer'dan olsa, Mia Jennifer'dan yo'q olsa emas. Klaus Miadan olsa, Klaus Miadan olsa. Jennifer yo'q. Jennifer Miadan olsa. Ya. Jennifer Miadan olsa. Ары qaray ketdik. Значит, E javob bo'ladi 8 da. 9-chi. Har bir harf har turli sifr есебінде. Mынаны қосайық дейді. Так, мынаны қосқан кезде V-ға так. V-ға қосамыз S-ны, S шығу керек. Значит, ал 0 болуы мүмкін, немесе так, V-ны 0 деп алайық та, сол кезде 0 қосылған S, сол кезде S шығады. Значит, V-мыз бізде 0-ге тең десек. V 0-ге тең десек. Енді ал қандай да бір үлкен бір сан болып тұр ғой. Егер V 0-ге тең болатын болса, 0-ге тең болатын болса, так. A мен S-ның қосындысы келесі деңгейде. A қосылған S 0-ді беру керек. Значит, ол 10 болу керек қой, өйткені мына жерде енді 10 болу керек. 0 болу үшін что-то. Значит, мына A мен S-ның қосындысы 10 болса, оған V-ны қоссақ 10 шығып тұр. Плюс V плюс S тең 10. Өйткені 0, V-мыз емес. V 0-ге тең потому что. Кеттік ары қарай. Келесі, дүкенде 4 түрлі көйлек және 5 түрлі галстук сатылады. Қанша тәсілмен бір көйлек және бір галстук алуға болады. Тоже қызық есеп. Мына жаққа қойып дейін. Мына орнына мында қоя салайын. Потому что 11-ші есепті қазір бөлек шығарамыз. Мына жерде 4 түрлі көйлек. Көйлек 1, көйлек 2, көйлек 3, көйлек 4 бар. Және де 5 түрлі галстук бар. Галстук 1, галстук 2, галстук 3, галстук 4, галстук 5. Енді қанша тәсілмен бір көйлек және бір галстук сатып алуға болады. Бір галстукпен 4 түрлі көйлек алуға болады. Мынаған алуға болады, мынаған алуға болады, мынаған алуға болады, мынаған алуға болады. Значит, 4 түрлі тәсіл. Мына жерде 4 түрлі. Келесіде де 4 түрлі, келесі 4 түрлі. Значит, барлығын қосатын болсақ 20 тәсіл екен. Немесе осындай есеп берілсе, 4-ті 5-ке көбейте салсаңыздар болады. Ары қарай келесі есеп. Қараны аламай деп көрінеді. Так, 6 мен 8-ді қосқан кезде 14 шығады. 14, бірақ ойдағымен 1 болып кету керек. Значит, мынау бізде 5 болады. А бізде 5 болса, мынау 5 болу үшін x-тарымыз 7 болады. 7, 7, 7. Бізде A-ны сұрап тұр. A тең 5-ке болады.
Кеттік ары қарай. Жоқ, бізде дүниеде бір есеп қалып кетті жаңа, иә. Есептеу қалып кетті. Так, 11-ші есеп болатын балалар. Так, мындай жағдай кезде жалпы теңдеуде неше таңба көрініп тұр, соған қараймыз. Бізде 1 минус, 2 минус. 2 минус тұр, значит, соңында таңба бізде плюс шығу керек. Все болды, оған мән бермейміз. Енді таңбаларына мән бермейміз, есептер шығара береміз. Минустары жоқ сияқты. Так, 5-тен 1 көбейтілген мынаны сразу кері бөлшекке айналдырып жазамын. 3-тен 10 деп. Сонда, так, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Сонда 3-тен 2 шығады екен, да? Осы 3-тен 2-ні көбейтемін мынаған. Бірақ кері бөлшекке айналдырып жазамын, бөлу болған үшін. 9 бөлімге 2. 2 мен 2 қысқарады. 3-ке 1-ден 9-ға 3-тен 3 шығып тұр. Енді бізде 3 бөлінген, соңғысын ашық жазасаңыз, аралас бөлшекке, бұрыс бөлшекке айналдырайын. 11-де 11 төртке өтесіз 44, 47 бола ма? Бірінші бөлшек сол күйінде жазам, екінші бөлшекті кері бөлшекке айналдырып жазам. 11. Мынау көбейтіліп тұрған алынма көбейтіледі, 33 бөлінген 47 болады. Таңбасы 10 болады. Все, плюс 47 болады. Так, келесі есеп. Так, X мырза балық аулап келгеннен кейін ұстаған балықтардың 4-інің салмағында санамағанда, так, тоқтай тұр, бізде қандай балықтар бар? Судак бар. Сосын 4-інің санамағанда бәрі судак, 4-інің санамағында бәрі минтай. 4-інің санамағында бәрі алабұға. Так. Так, бізде былай, иә, мына жерде былай істесек болады. Міне. 4-інің санамағанда бәрі минтай. Міне. Мына 2-інің санамағанда бәрі минтай. 4-інің санамағанда бәрі алабұға. Дальше. Мына 2-інің қосқан кезде 4 болып тұр. Және де мына 2-інің қосқан кезде 4 болып тұр ма? Сонда бізде мынандай болып тұр. Судак қосылған алабұға тең 4. Судак қосылған минтай тең 4. Және де минтай қосылған алабұға 4. Жүйеде барлығын қосып жіберетін болсақ, так, 2 судак қосылған 2 алабұға қосылған 2 минтай. Барлығы 12 болып тұр, иә? Мына жерде барлығын 2-ке қысқартып жіберсек, судак қосылған алабұға қосылған минтай тең болады 6-ға. Мына жерде барлық санды 2-ке бөліп жатыр. Сонда X мырза 6 балық аулаған. Кеттік. Бір зат 45% пайдамен 2610 теңгеге сатылды. Заттың өз бағасын табыңыз. 45% деп жатқан, ол басында 100% болған. 45% пайда болса, онда 145%-ке сатқан, иә? 145% оның 2610 теңге болса, 100%-ін табыңыз деп тұр ғой. Значит, осы жерде X-ті табатын болсақ, 2610-ды көбейтеміз. 100-ге бөлеміз 145-ке. Шығады 1800. Так, ары қарай 15-ші есепке қарайық. 15-ші есеп не дейді? Так, бізде мынандай нәрсе бар. Сендерге былай берілсе, А, В десе, мына 2 таңбалы сан, иә? Оны былай жазуға болады. 10А қосылған В. Мына кез келген 2 таңбалы сан. Мысалы, 12 болса, оны былай жазамыз ғой біз. 10 көбейтілген 1 қосылған 2 деп жазамыз ғой. Мысалы, 56 болса, 10 көбейтілген
5 қосылған 6 деп жазамыз. Сол сияқты, иә. Мынау бізде 2 таңбалы сан. 3 таңбалы санды содан кейін айтайын. Так, бізде А-вы қосылған В А дейді. Значит, А-выны 10 10А қосылған В қосылған 10В қосылған А тең 187-ге тең дейді. Қосайық. 11А қосылған 11В тең болады 187-ге. Значит, 11 жақшаны сыртына шығарып жіберсек, А қосылған В тең 187. Бүкіл 11-ге қысқартып жіберетін болсақ, А қосылған В тең болады, так, 1-ден 77, 17 болады. Так, бізге А қосылған В 17-ге тең. Келесі есеп. Берілген сандарды басқа түспен жазайын мына жерге. Берілген сандарды өсу ретімен жазыңыз дейді. Так, салыстыру болды. Мына жаққа жазайыншы, қараймыз. 7 бөлінген 11 мен 3 бөлінген 5-ті салыстырайық. Салыстыру үшін просто былай көбейте саламыз. 35 мына жақта қанша шықты? 33. Значит, мынау үлкен. Мынау бізде кіші болып тұр, значит. Келесі мына санды 7 бөлінген 11-ді 23 бөлінген 29 мен салыстырайық. Дәл осылай көбейте салсақ, енді 11-ді 23-ге көбейткенде үлкен болады, значит, мына жағы үлкен болады. Сонда өсу ретімен жазатын болсақ, кішісінен бастаймыз. 3 бөлінген 5 кіші қайсыдан кіші? 11-ден 7-ден кіші, ол 23 бөлінген 29-дан кіші. Ары қарай кеттік. 125 бірдей кішкентай кубтардан құралған үлкен куб берілген. Осы кубты жасыл түспен бояған жағдайда 3 жағы ғана боялған. Полный жасылмен бояп тастаған кезде 3 жағы боялған. Мына жағы боялатын, аяғы боялатын, аяғы. Осындай қанша сан шығады? Осындай кішкентай неше куб бар? Так, мынау бұрышы бар 2, 3, 4, 5, 6, 7, и мына жақта бір бұрышы бар ғой, сонымен 8. 8 3 жағы да боялған 8 куб бар кішкентай. Так, Асан 5 сұрақтан тұратын тестті шығарды. Так, біз әр дұрыс жауапқа 2 шоколад берілді, әр бұрыс жауапқа 1 шоколад алынды. Тест соңында Асанның қолында 3 шоколад қалды. Егер Асан барлық сұрақтарға жауап берген болса, онда қанша сұраққа дұрыс жауап берді? Бізде дұрыс сұрақ бар, және де бұрыс сұрақ бар. Жалпы бізде 45 сұрақ бар, иә? Ендеше дұрыс жауапқа x дұрыс сұраққа жауап берсе, біз минус x сұраққа дұрыс жауап береді, өйткені әр дұрыс жауапқа ол 2 шоколад алады, әр дұрыс емес жауапқа минус 1 балл алады. Соңында теңге құрастыру керек. 2x минус 5 минус x тең 3 шоколад қалады. 2x минус 45 плюс x тең 3. Мына жерде қоссақ 3x тең 45 на бетке барады, 48. X тең болады 1, 16. Значит, дұрыс сұрағы ол 16 сұраққа дұрыс жауап берген екен. Так, 19 есеп қайда кетті екен? 19 есеп былай бөлініп қалған. Шығарып бере салайын. Мынандай есеп келсе не істейміз? Яғни
мынау бізде 5 бөлінген 3 бөлінген 2 деген сөз. Значит, бұл 5 көбейтілген 3-тен 2 деген сөз. Сонда бұл 10-нан 3 болады. Ал мына жерде 2 бөлінген 3 бөлінген 6 деген сөз. 2 бөлінген 3 көбейтілген 1 бөлінген 6 деген сөз. Значит, бұл 18-ден 2 деген сөз. Үшінші амалымыз бізде 10 бөлінген 3-тен азайтамыз 2 бөлінген 18-ді. Ортақ бөлім бізде 18, мынаған 6-дан берем, мынаған 1-ден берем. Значит, 60-тан 2-ні азайтамыз 58. Қысқаратын болса қысқартамыз. 2 қысқартайық 9, мына жақта 29 бола ма? 29. Бұл бізде 2,9-дан 2 деген болады. Және де соңғы есеп. Мынау парадалықтар металықтар жүр, бастары және аяқтарын санағанда 35. Лақ қосылған жалпы басы 35. Аяғы 84. Лақта бізде 4 аяқ қосылған 2 аяқ бар, 2 тауық 84. Шығару керек боламыз. Так, чтобы бізге тауықтар бірдей болу үшін мынаны 2-ге көбейтіп жіберейік. Сонда 2 лақ қосылған 2 тең болады 7. 4 лақ қосылған 2 тең болады 84. Азайтайық, астынан үстіне азайтып жатырмын. 2 тең болады. Так, мынаны азайтсам 0 болып кетеді. 84 жерін 70 азайтсам 14 болады. Значит, лақ тең болады 7-ге. Енді лақ 7-ге тең болса, мына жерге апарып, мына жерге лақ 7 болса, 7-ге қаншаны? 28 болсам ба? Значит, тауығымыз 28-ге тең болады. Ответі осы. Жақсы балалар. Бүгін мына есептердің талдауларын дәптерлеріңізге жазып, конспект жүруді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.